Балалар, бүгін біз сендермен кітап бұрышында ойын ойнаймыз. Қараңдаршы, менің қолымда сиқырлы себет бар. Оның ішінде ертегілердің кейіпкерлері бар. Мен қазір сендерге бір-бірден көрсетіп отырамын, ал сендер қай ертегінің кейіпкері екенін атап айтып отырасыңдар. Жақсы ма? Иә. Қараңдаршы. Бұл қай ертегінің кейіпкерлері? Маша мен үш аю. Мінтеге. Аярым жапсыра қой. Ал бұл қай ертегінің? Қолғап. Дұрыс айтасың, Мансұр, жапсыра қой. Бұл қай ертегінің кейіпкері? Қараймыз. Қасқыр мен жеті лақ. Жарайсыңдар. Ал бұл қай ертегінің кейіпкері? Түлкі мен қоян. Қоянның үйшігі. Ал бұл қай ертегінің кейіпкері? Үш торай. Жарайсың. Ал бұл ше, қараймыз. Тырна мен түлкі. Тырна мен түлкі. Аяру жапсыра қой. Ал бұл? Мақта қыз бен мысық ертегісінің кейіпкері. Жарайсыңдар. Ал бұл ше? Шалқан ертегісі. Балалар, біз қазір сендермен саусақ театры арқылы Шалқан ертегісін есімізге түсіреміз. Исламбек, сен автор боласың. Айсұлтан, сен Шалқан боласың. Жантөре, сен атасы боласың. Аяжан әжесі. Аяру немересі. Раяна, сен күшігі боласың. Мансұр мысығы, ал сен Аяру тышқан боласың. Автор, бастай қой. Баяғыда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал бақшасына шалқан өсірмекші болады. Сосын шалқанды өсіреді. Ол өсіп өнеді. Оны күнде суарады. Сосын ол үлкен болып өскен соң оны жұлып алмақшы болады. Сосын оны жұлып ала алмай, көмекке? Оны жұлып ала алмай, оны кемпірін шақырады. Кемпірім маған көмектесші. Кемпір шалды, шалқанды ары бері тартады, бірақ оны бәрібір сорып ала алмайды. Сосын кемпір немересін көмекке шақырады. Немере, маған көмектесші. Немересі әжесі ата шалқанды ары бері тартады, бірақ оны сорып ала алмайды. Сосын немересі күшігін шақырады. Күшік бізге көмектесші. Күшік немере әжені, әже ата шалқанды әрі бері тартады, бірақ оны сорып ала алмайды. Көмекке ит сосын мысықты шақырады. Мысығым, маған келіп көмектесші. Мысықтың көмегімен тартып ала алмайды. Сосын мысық тышқанды шақырады. Тышқан бізге көмектесші. Осымен ертегі аяқталды. Керемет, жарайсыңдар балалар. Балалар, енді сендерге үйге тапсырма. Кім қандай кейіпкер болды, соның суретін
үйден салып алып келіңдер. Мен машина- Біз олдан кітап қып жасап, мына кітап бұрышымызға қойып қоямыз. Жақсы ма? Осымен біздің үзілісіміз аяқталды. Келесі оқу қызметіне дайындаламыз.